Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен бірге тағы мен. Бүгінгі видео бір ерекше. Жаңағы адам жалпы зейінін қай жаққа бұратын болса, нені көргісі келетін болса, адам сол нәрсені көретіндігін, біреуден мін іздесеңіз мін табатындығын, сын іздесеңіз сын табатындығыңызды, жақсылық іздесеңіз жақсылық, жаманшылық іздесеңіз жаманшылық табатындығының тағы бір дәлелін айтқым келеді. Кеше мен көктем келді ғой, енді бір өзіме қарайыншы, өзіме бір уход жасайын, күтім жасайын дегенмен көктем келе жатыр ғой деп ойлап, айнаға барып қарағам. Сол кезде мұрнымның бәрі бір қара точка болып кеткен сияқылды, көзімнің алдының бәрі бір әжім болып кеткен сияқылды. Енді көзімнің алдын етсем, көзімнің жандарына әжім түсіп кеткен сияқылды, одан маңдайыма әжім түсіп кеткен сияқылды, одан кейін көздерім бір анандай бір өлімсіреп өліқая болып қалған сияқылды, қастарым сиреп, кірпіктерім бір түрлі болып қалған сияқылды. Ылғи минустарды ақырын байқамай теріп бара жатырмын да. Сосын бір кезде ей тоқта дедім да өз-өзіме. Сразу жылдам жаңағы зейінімді дұрыс жаққа бұра бастадым. Неге мен бұлай істеп жатырмын? Бекерде менің Алланың берген, Алланың керемет ерекше жаратылысымын. Ешкімге ұқсамайтын өзгеше жаратылыспын. Иә, күтінуге болатын шығар, бірақ осыншама адамды таптап, осыншама төменге түсіре беріп, көріп тұрған жанарымды, сезіп тұрған мұрнымды, сөйлеп тұрған тілімді, жаңағы жайнап тұрған жанарымды неге осыншама төмендетіп жатырмын деген сразу ой келді. Сол кезде мен түйсінгенім жалпы адам баласы нені көргіміз келсе, біз соны көреді екенбіз де. Егер адамдардың бойынан мін іздейтін болсақ, біз мін іздей бастаймыз. Егер біз адамдардың бойынан мінді көрмеуге, тек жақсылығын асыруға, жақсылығын көруге тырысатын болсақ, соған сай бізде де ол кісінің жақсылығын елеп ескеріп, жақсы дүниелерді көріп, көбірек жақсы жағымды дүниелерге көңілімізді аудара бастайды екенбіз. Өйткені біз қай жағына қарай ойлана бастаймыз, сол жағына қарай сол дүниелерге біздің зейініміз тезірек ауып кетеді екен, мен соны байқадым. Сондықтан барлықтарыңызға айтқым келеді, әрине өмір болған соң көп адамдардың өмірінде жеңілістер болады, жеңістер болады, ұтылыстар болады, ұту сәттер болады. Әрқашан өмір бір жаңағы бір ғана көңіл күймен, бір ғана керемет сәттермен, бір әдемі жетістіктермен, мызғымас бір көңіл күй, бір өзгермейтін шақтардан тұрмайды ғой. Уақыт өтеді, жасыңыз ұлғаяды, әжім түсуде заңдылық. Ол өмір күн сайын, сағат өткен сайын уақыт өзінің дегенін алады. Әр нәрсе өзінің уақытымен өзінше әдемі болу керек. Біз әрбір дүниені жаман дей беретін болсақ, әрбір дүниені біз төменге санай беретін болсақ, әрбір дүниеден біз минус іздеп, өзіміздің кемшіл тұстарымызды, кемістігін көбейте беретін болсақ, бізде өте көп кемшіліктер байқалады. Өте көп жаңағы кем, өте бір жағымсыз нәрселерді біз тауып алып, тіпті өзімізді жеп көріп кетуіміз мүмкін. Сол сияқылды біз өзгелерді де жеп көріп кету себебіміз, бір жамандығын көріп қалсақ, бір болмайтын қасиетін көріп қалсақ, біз одан қарай созып соның жіктеп, бір кездегі бір болмай қалған сәтсіз әрекеттерін жинастыра бастайды екенбіз да. Сондықтан ол кісінің бойынан біз ылғи жамандықтарды байқап қоямыз. Сондықтан қай кезде де адамдарды жеп көріп кетпеу үшін, адамдарға деген көзқарасыңыздың жаман жаққа ауысып кетпеу үшін, сіздің де сый құрметіңіз, өзгелерге деген құрметіңіздің жоғалып кетпеу үшін, әрқашан назарыңызды жақсы жақта ұстаңыз. Жақсы жағын көруге тырысыңыз. Жақсысын асыруға тырысыңыз. Жаман бір жерін көріп қалсаңыз ба, ештеңе етпейді. Адам болғаннан кейін барлығында болады. Пенде болғаннан кейін кемшілік бәрінде болады. Деген сияқылды көз жұма қарауға, жақсылықтар көруге әдеттенуіміз керек. Біз жақсы қырларын көрген сайын, ол кісінің жақсылықтарын көбейткен сайын, ол кісінің мінезінің жақсы, мақпал тұстары дейді, сол жақтарын көре бастайды екенбіз. Сондықтан өзімізді де, өзгені де құрметіміздің жоғары болуы үшін, көңіл күйіміздің төменге түспеуі үшін әрқашан жақсылықты көріп үйренейік. Не нәрсені көргіміз келсе, біз соны көреді екенбіз. Сондықтан барлықтарыңызға айтқым келеді, өмірде тек қана жақсы немесе жаман деген жоқ. Жаман да болуы мүмкін, жақсы да болуы мүмкін.
бірақ сіздің ол таңдауыңызға байланысты. Сіз жақсылығын көремін дейтін болсаңыз, жақсылықтары сізге көбірек көрінеді да, соған сіз зейініңізді, назарыңызды жақсылығына көбірек аударасыз. Сондықтан сіз оның жақсы жақтарын көресіз. Ал аяқ астынан жаман болып қалған кезде сіз ылғи жамандықтарын, миыңыз сіздің тағы қандай деп жамандықтарын бірінен кейін бірін ілестіріп, сол адам түбі жаман болып, тіпті сіздің қас дұшпаныңызға айланып кетуі мүмкін. Сондықтан қандай дүниеге назар аударып жүрміз, соған өте сақ болайық. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Күндеріңіз берекелі болсын. Барлықтарыңыз дендеріңіз сау, бай, қуатты болыңыздар.